мен деген кеше 22-сі күні біріншіден жаңа немді алдым. Пенсионный книжкамды алдым, жүгіріп барып өзімнің карточкамды алдым. Карточканы алып кетіп, керуетке таппын ғой, әлі өзімді сезіне алмай жатырмын. Сол енді сосын пенсияға шыққаным бар, енді одан да үлкен дастарханды әлде де болады. Сосын 61-ге толып, Мишельден шықтым ғой. Мишельден шыққасын мен өзіме жаныма жақын, қашаннан осы жерге келгеннен бері енді сіздермен бірге жүрмін ғой. Сол осы жақындандарға бір кішкене де болса бір сыйлық мені еске алып жүрсін деп осылай бір. Ал бірінші сандуғашқа. Алтын сапа тігін шеберханасына әдейі заказдеген Димараға. Мынау Жанагүлге. Ләззат. Ақтиғын. Сосын мынау мені Ұлжалғасқа. Ал кетпеген жаққа сатын заттарға бұрақым. Мәдинаға міне. Осы мынау еген енді қазақша ертең енді Алла қаласа еген барып бір жерге шығамыз ғой саяхатқа. Қазақша орнаментпен сосын жасыл түс біздің сап компаниясының түсі ғой. Соған арнайы алып деген идея деген сотты да салып қойып алтын сапаға специально тіктірген. Сол енді кішігірім сыйлық кешеден бері сақтап жүргенім. Өткенде алдырттым осы. Уяғырақ кеше тыңдады ғой. Мен үшке кетіп бара жатып, Айнұр апа маған неге айтпады, жынды ма? Жоқ, мен сізге кетіп жатқан Майра апай жоқ болып кетті, сосын мәшін мені тоқтатып берген. Такси менен жындандым. Маған айтып жоқ, неге айтпайды деймін, сонда Айнұр транспортқа кеткен отыра тұр деп айтса болады. Ал енді әдемілік шай ішейік. Сонда сіздер сендіңіздер ғой да? Қыздар Майра апай келді ғой дейді. Мен жаңа ғана шықтым. Міндім, айтпаймын жыныма еттен деді ғой. Соны айтама деп Айнұрға неге айтпаған деп почти болып жүрмін. Чат GPT-дің вкусы күшті болып тұр ғой. Еще видимо тура осы торт Айнұрдың алдына қойшы десем, тура сонда айнытпай отырып қойған ғой.